Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгін 50-ші есепті қараймыз. 5-ші сынып арифметикалық амалдардың қасиеттері, натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Осы тақырып бойынша жалғастырамыз. 50-ші есеп. Бірінші амал бөлуді орындаймыз. Екінші амал көбейту. Үшінші амал қосу және төртінші амал азайту. Бірінші амал 14.065-ті бөлемін 29-ға. Бағандап бөлемін. 140-тан беремін. 6-дан берсем, 5-тен беріп көрейін. Асып кетеді екен, 4-тен беремін. 4-9-36, 6-сын жазамын 3 ойда. 4-2-8, ойдағы мен 11. 4, 2, 6. 246-ның ішінен нешеден беріп көрсек екен? 8, 8-ден беріп көрейін. 2, 7 ойда. 16, 23. 145-тің ішінен 5-тен беріп көремін. 485. Келесі 378-ді көбейтемін 207-ге. 378 көбейту 207. 8-7 56, 6-сын жазамын 5 ойда. 7-7 49, ойдағы мен 54, 4-ін жазамын 5 ойда. 3-7 21, ойдағы мен 26. 0-ді санға көбейтсем 0 шығады. Сондықтан қазір 2-ні 8-ге көбейткенде 2 орынға жылжимын. 1 ойда, 14, 15, 1 ойда, 6, ойдағы мен 7. 2, 7, 8. 78.246. Осы 78.246-ға 485-ті қосамын. Қосамын 485. Бірін жазам, 1 ойда 12, 3, 1 ойда 6, 7, 78.731. Төртінші амал 78.731-ден азайтамын 78.729. 2, онда қалған бәрі, сонда 2 қалады. Біздің есептің жауабы да 2 деген сөз. 50-ші есептің үшіншісі жалғастырамыз. Бірінші амал, екінші амал, үшінші амал және төртінші амал. Егер есеп берілген кезде ешқандай жақша болмаса, онда бөлуді, көбейтуді бірінші орындап аламыз. Содан кейін барып сол жақтан қараймыз. Қосу тұрса бірінші қосуды, азайту тұрса азайту орындалады. Біріншісі 11.707-ні бөлеміз 23-ге. 11.707 бөлу 23. 5-тен беремін. 5, 1 ойда 10, 11, 2, 20 жетпейді, қасына 7 түсіремін. 9, 7, 2 ойда 207. 509 болады. Екінші 4687-ні бөлемін 43-ге. 4687 бөлу 43. 46-дан қайрамын, 1-ден беремін 43. 38-дің ішінде жетпейді, 0-ден беремін. Енді 9-дан беріп көрейін. 7, 2 ойда. 109. Үшінші амал 509-ға қосамын 109-ды. 509-ға қосамыз 109. 9-ға 9 қосамын 18, 8-ін жазам 1 ойда. 0-ге 0 қоссақ 0, ойдағы 1, 5-ке 1 қосамыз 6. 618. Төртінші амал 618-ден азайтамыз 609-ды. 9 шығады.
бұл есептің жауабы 9 деген сөз.